Сәлем оқырман. Қосылайықта қуанышты күн Диана ханым тізгінді алып өзі жүргізді. Қандай керемет эфир болды, жүргізуші атына сай өз ісінің маманы. Ал енді жүргізуші әрі қарай кім болатын болды? Диана ханым өзі жүргізе ме, әлде Альмира ханым орала ма? Альмира ханым тіптен жоғалып кеткен болатын, не эфирде, не желіде жоқ. Оның басты себебі енді қызының ауырып қалған екен. Көрермендердің сұрақтарына жауап беріп желіге шыққан болатын күні кеше. Соны оқып көрейін. Қашан қосылайыққа ораласыз? Десе, Альмира ханым былай жауап берді. 95% осы сұрақ екен. Жауап былай болсын, қазір түрлі жағдайларға байланысты эфирдің ішінде емеспін. Бұйыртса ораламын. Соған қарағанда қайта жүргізуші болып келетін секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Негізінде Бауыржанның өзі де жалғыз өзі ақ жақсы жүргізетін секілді деп ойлаймын. Бірақ қасында бір жүргізуші болса қызығырақ болатын секілді. Және Альмира бір іштегі ойын ба желіге шығарған болатын. Жан-жағымның қызғанышы, көре алмаушылығы шаршатады. Маған не берсе де Алла береді, себебі мен адалмын, жұмысымнан бастап бәріне. Айналама тек жақсылық тілеймін, жақын жандар үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Шүкір ата-анама рахмет, солай өсірген. Сол үшін кей жағдайда адам өзін өзгерту керек, самооценканы көтеру керек. Кейде жай ғана тыныштықты қалаймын, деді Альмира ханым. Бір жан айқайы болды ма? Көптеген адамдардың пікірлері әсер еткен бе, қанша негатив бар. Көбі Мұсаны жақтап жазған болатын, Альмира кеткені дұрыс болды деп. Ал сіздің ойыңыз қалай? Жалпы Альмира ханым қазір қызы ауырып қалғасын, соның еммен жүрген болатын. Сіздер де ауырмаңыздар. Ал басқа жүргізуші орнына келеме, әлі де белгісіз, мүмкін Альмира қайтып келіп қалар. Ал Мұса болса сол өзімен өзі жүр, жобаға оралатын ойы да жоқ секілді. Оқырманның қаншамасы күткен еді, бірақ оралатын жігіттері жоқ. Оның енді себебін де білеміз. Ал пікірлерге көшейік, кім қалай жазып жатыр екен? Диана жақсы жүргізеді, әркім өз орнын білу керек. Эфир мәдениеті, қатысушылардың тәртібі сұмдық. Ал Мұсаға келсек, орынды пікірі айта алатын қатысушы болған. Сол сияқты қатысушылар саны болса, бұл программа көрермен ризалығына бөленері сөзсіз. Альмираны қосылайықта көргіміз келмейді, салпылдап жүре береді. Сөз саптауы нашар, ұрысу, ашуға берілуі көп. Өзі де қаншама сөз естіді эфирде, ұялып келмей ақ қойғаны дұрыс. Аяғын алшақтап басып, екі ортада ашуға берілгені көп. Диананы шақырып орнын берсін, бұрынғыдай өз жұмысына кеткені өзіне жақсы. Жүргізушілікке келсе тағы сөз естіп ұятқа қалатыны әбден мүмкін. Сізде жаза кетіңіз ойларыңызды.